Біздің Қазақстанымызға осы қауіпті ма, қауіпті емес пе? Осыған баға бере аласыздар ма? Оқырмандарым, өйткені алдындағы бір бейне жазбам бар еді ғой. Русские дружины Қазақстана деген репост жасағанда 9 мамырға қатысты мен бір бейне жазбама. Енді бүйтіп қарап отырсам, бүгін тағы да дәл сол бейне жазбаларыма репост жасапты, бірақ ол жерде русские дружины Қырғызстана деп тұр. Сол үшін мен сұрайын дегенім, осы біздің Қазақстанның құзырлы органдардың соларға бір баға береді деп ойлаймын. Енді мынау Қырғызстандағы азаматтарға соны айтайын деген. Сіздерде ондайлар бар ма, шынымен жоқ па? Пікірлеріңізді қалдырыңызшы. Өйткені ол қауіп екі елімізге де бар. Оны біліп отырсыздар ғой, ол жақсылыққа әкелмейтін нәрсе деп ойлаймын. Сол үшін мынау ОКК, МВД, Ішкі істер министрлігі осы аккаунттарды қарап, соған баға беруіңізді сұраймын. Ал пікір қалдырыңыздар, не дейсіздер? Олар кім?